Сәлем достар, бүгін өте керемет, шынайы өмірден алынған кино болмақ. Наркоман қыз, иманы берік, ақ жолда жүрген жігітке ғашық болып. Соңында өзі ақ жолға түсіп, шыт тағып жігітке тұрмысқа шығады. Достар, каналға тіркеліп, лайк және фильм жайлы ойларыңызды комментарийге жаза кетейік. Фильм басында кешкі намаз уақытын көрсетеді. Елдің көбісі мешітке намаз оқуға асыға кіруде. Бірақ сол уақытта бір қыз түнгі клубта удаймас. Не істеп не қойғанын білмейді. Бір уақытта ашумен әжетханаға келіп, сумкамен айнаны ұрып сындырады. Сол сәтте өзінің балалық шағы елестей бастайды, әкесімен өткізген бақытты сәттері. Өзіне өзі өкпелеп, әйнекпен қолын кесіп жібереді. Оянса емханада жатыр екен. Қасында әпкесі келіп, өлсең ары кетсе, 2 апта қайғыратын едік, анаңның жүрегін ауыртып біттің деп ұрсады. Басты кейіпкеріміз Зираны әпкесі үйіне алып кетеді. Анасы осы болған жағдайлардан хабары жоқ, шетелден келген екен. Қыз бөлмесіне барып, әкесінің суретін қарап, бұрынғы айтқан сөзін есіне алады. Содан жүрегі езіліп жылай бастайды. Астыға түссе бәрі шай ішіп отыр. Барлығы таң қалады. Сөйтсе Зира тәубеге келемін деп иманына бет бұрыпты. Зира әпкесіне шынымен тәубе еткісі келетінін айтады. Бұл жолы тағы көмектесуін сұрайды. Содан әпкесінде сабақтары басталады. Шын дұрыс жолға түскін келсе жаман достарыңмен араласпа, Құран курсына бар деп мешітке алып келеді. Ол жерде бала кезіндегі құрбысын көріп қуанып қалады. Содан күндер бойы Құран үйренуге бара бастайды. Бір күні Зираның бала кезден өскен досы қасына шақырады. Қасында Құран үйрететін ұстаз да бар, жігіт қызды ұстаз досына таныстырады. Ұстаз жігіттің есімі Амир екен. Зира ұстазды Инстаграм желісінен үнемі қарайды екен. Солай қыз бен жігіт Инстаграм желісінде хат алмасып жүреді. Бір күні Зираның бұрынғы құрбысы келіп, Зираның дін жолына бет бұрғанына ренжісіп кетіп қалады. Келесі күні құрбысымен тағы мешітке барады. Жолда Амир қызды тоқтатып анасының нөмерін сұрайды. Зира не себепті деп сұрағанда, жігіт жай сөйлесу үшін деп күледі. Сонда Амир досына сен неге қасындағы қыздың нөмерін сұрамайсың дейді. Құрбысы телефонын тез ала салып мен қарсы емеспін дейді. Осылай күндер өтеді, қыз бен жігіт үйленеді. Той біткен соң Амир келіншегін көтеріп үйіне апарады. Болмесінде өте әдемі көрініс. Бірақ осы сәтте Зираның ауруы бұзады. Кезінде көп есірткі қолданғаннан қатты қобалжыса ауа жетпей қалады екен. Сонда да жігіт әйеліне қолдау көрсетеді. Күндер осылай бақытқа толы болып басталады. Мешітке бірге барады, бірге қыдырады. Жұмыстарды да бірге істейді. Жиі жұбайына сыйлық сыйлайды. Қандай керемет көрініс, барлық қыздардың өмірі осылай болса деп ойлаймын. Бір күні супермаркетте бұрынғы құрбысын көреді. Ол Зираны қызғанып, Зираның үйленер алдындағы өмірінің бір жағасын айтып іші тарылады. Сосын Зира жолда өткен өмірі жайлы айта бастайды. Бұрын мұсылманша мектепте оқыпты, сол жерде әділетсіздіктер көп болған соң құрбысы екеуі кетіп қалып, клубтарға кетіп қалыпты. Амир Зираға уайымдама, сенің өткен өмірің емес, қазіргі өмірің маңызды деп жұбатады. Амир өте сабырлы, мықты жігіт екен көрермендер. Сосын Зира жүктілігін білдіру үшін Амирге тосын сый жасайды. Екеуі де бақыттан басы айналып қатты қуанады. Күйеуі келіншегіне одан ары қатты көңіл бөле бастайды. Сондай бақытты күндердің бірінде Зираның іші қатты ауырып, Амирге қоңырау шалады. Әйелін больницаға алып келеді. Сөйтсе баласынан айырылып қапты. Амир әйелін Алла бізге не жақсы екенін білет деп жұбатады. Содан Зира ай сайын жүктілікке сынама жасайды. Екеуі қатты қайғыра бастайды, бірақ үмітін үзбейді. Бір күн екеуі қыдырып жүрсе адамдар жиналып тұр екен. Жоғарыға қараса, Зираның бұрынғы құрбысы жүкті болып қалып, өз-өзіне қол салмақшы екен. Әрең дегенде құрбысын көндіріп төменге түсіреді. Келесі күні Амир Зираға жаңа үйлерін көрсетуге алып барады. Аяқ асты Амир жөтеле бастайды, оған екеуі де мән бермейді. Күнде солай Амирдің жөтелі жиілеп барады. Ақыр соңында болмаған соң екеуі ауруханаға барады. Дәрігер Амирдің өкпесінде дақтар бар, сол себепті демалуға қиналып жүргенін айтады. Ем қабылдау керек деп ауруханаға жатқызады. Ерлі-зайыптының кейінгі күндері осы ауруханада өтеді.
Амирдің ауруы күннен күнге асқынып, жағдайы қиындай бастайды. Зира күйеуіне қолынан келгенше көмектеседі. Оны аяған күйеуі үйге барып демал деп үйіне жібереді. Зира күйеуін қимай әрең дегенде қайтады. Зира үйіне келсе күйеуі тағы сыйлықтар дайындап қойыпты. Зира қатты қуанады. Сол түні екеуі түнімен телефонмен сөйлесіп шығады. Таңға жуық тағы ауруханаға келеді. Палатаға келсе күйеуі орнында жоқ. Артынан келіп, Зира оны көріп уайымнан жылап жібереді. Ертеңіне Амирдің жағдайы одан әрі қиындайды. Зира оған шыр-пыр болып Амирдің қасында болады. Солай Амир қайтыс болады. Солай екеулерінің отау құрғанына 172 күн болған. Солай Зира өзінің өмірлері жайлы кітап жазып отырғанын көреміз. Фильмнің соңында Амир мен Зираның суреттерін көресіздер. Екеуі аз уақыт бірге болса да, жұбайлық махаббатты сезе алды деп ойлаймын. Достар, сіздер не ойлайсыздар? Каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймын.